Сәлеметсіңдер ме, балалар? 3-ші сынып қазақ тілі пәні 57-ші сабақ тұрлаусыз мүшелер тақырыбын жалғастыратын боламыз. 24-ші жаттығу өлеңді оқы. Даңқты қалалар. Қалалар бар әлемде тамсандырған халықты. Ол қалалар әр елде несіменен даңқты. Париж Эйфель мұнарасымен, Москва Кремльмен, Вашингтон Ақ үйімен, Афина Акрополімен, Алматы несімен әйгілі. Өлеңнің авторы Ескен Елубай. Ал енді балалар, өлең мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындаймыз. Өлеңдегі сұраққа жауап бер. Балалар, бізде өлеңдегі сұрақ Алматы несімен әйгілі деген сұрақ болады, не? Алматы өзінің әсемдігімен, асқар тауларымен, медеу мұз айдынымен, апорт алмасымен әйгілі. Өлең неліктен даңқты қалалар деп аталған? Өлеңде жер бетіндегі ең әдемі әйгілі қалалар жайлы айтылғандықтан өлең даңқты қалалар деп аталған. Суреттегі көріністер не себепті әйгілі екенін дереккөздерден біліп ал. Бұл көріністер өздерінің тарихи маңыздылығы мен архитектуралық ерекшеліктер арқылы аты шыққан көркем әйгілі қалалар. 25-ші жаттығу қатесін түзеп жаз. Бұл жерде балалар Эйфель деп жазылған екен. Емес, әріппен жазылады. Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі. Оған саяхатшылар көп барады. Сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талда. Эйфель мұнарасы несі деген сұраққа жауап беріп бастауыш болып тұр. Әлемдегі ең биік сөзі сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері. Құрылыстардың бірі несі сұрағына жауап беріп бастауыш болып тұр. Оған саяхатшылар көп барады. Оған сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері саяхатшылар кімдер сұрағына жауап беріп сөйлемде бастауыштың қызметін атқарып тұр. Көп барады. Не істейді сұрағына жауап беріп сөйлемде баяндауыштың қызметін атқарып тұр. 26-шы жаттығу ойлан тап. Айтыңдаршы, ал енді ұлы қорған бар елді. Айтыңдаршы, ал енді пирамида бар елді. Жауабыңды жаз. Ұлы қорған Қытай елінде, ал пирамида Мысыр елінде. 27-ші жаттығу төмендегі сөйлем мүшесіне талдау үлгілеріне назар аудар. Бірінші сөйлемдердегі қимылды, іс-әрекетті білдіретін сөзді тап. Оған не істеді, не қылды, қайтты сұрақтарының тиістісін қой. Осы сұрақтарға жауап беретін сөз баяндауыш болады. Баяндауыштың астын екі сызықпен сыз. Екінші сөйлемдегі қимыл іс-әрекеттің есін анықта. Сол сөзге сұрақ қой. Егер ол сөз кім, не, кімдер, нелер сұрақтарына жауап берсе, онда ол бастауыш болады. Оның астын бір сызықпен сыз. Үшінші, сөйлемдегі өзге сөздерге сұрақ қой. Олар сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері болады. Тұрлаусыз мүшелердің астын ирек сызықпен сыз. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Оқушылар саяхатқа шықты. Оқушылар не істеді? Оқушылар шықты. Қайда шықты? Саяхатқа шықты. 28-ші жаттығу жоғарыдағы сөйлем мүшелерінің талдау үлгісін басшылыққа алып, төмендегі сөйлемдерді талда. Ескерткіштер қорғауға алынған. Нелер? Ескерткіштер не істеген? Қорғауға алынған. Ескерткіштер бастауыш, қорғауға алынған сөзі баяндауыш. Ал сөздердің байланысуы қорғауға алынған, ескерткіштер алынған. Сәулетшілерді кездесуге шақырдық. Не істедік? Шақырдық, баяндауыш. Кім? Біз. Яғни бұл сөйлемде бастауышымыз жасырын тұр. Біз деген сөз бастауыш. Қайда кездесуге? Қайда кездесуге? Кімдерді? Сәулетшілерді. Бұлар тұрлаусыз мүшелер. Тұрлаусыз мүшелердің астын ирек сызықпен сызамыз. Келесі үшінші сөйлем Астана сәулетті құрылысымен ерекшеленеді. Не істейді? Ерекшеленеді баяндауыш. Не ерекшеленеді? Астана бастауыш. Несімен? Құрылысымен. Қандай құрылысымен? Сәулетті құрылысымен. Төртінші сөйлем Мен өскенде сәулетші болғым келеді.
сәулетші болғым келеді, баяндауыш, кім, мен, бастауыш, қашан, өскенде, тұрлаусыз мүше. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.